Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біз сіздермен бірге қатпар-қатпар болып шығатын, қытырлақ болып шығатын осындай самсаның қамырыны бірге дайындайтын боламыз. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен біз табағымызға тұзымызды салып, оның үстінен бөлме температурасында тұрған суымызды құйып аламыз. Және 2 жұмыртқамызды жарып аламыз. Достар, менде 2 кішкентай жұмыртқа болды. Егер сіздерде жұмыртқаларыңыз үлкен болса, біреуін салсаңыздар болады. Оның үстінен ұнымызды салып, жақсылап қолымызбен қамырымызды илеп аламыз. Қамырымыз орташа болуы қажет. Яғни қатты немесе жұмсақ болып қалмасын. Қамырымызды осылай әдемілеп домалақтап, пакетке салып, мұздатқышқа жарты сағатқа жібереміз. Жарты сағаттан соң қамырымызды тағы да қолымызбен илеп, осылай ұзындау етіп, 1/3 бөлікке бөліп алатын боламыз. Енді домалақтап, тағы да 10-15 минутқа қойып қоямыз. Қамырларымыз қанша көп тұрған сайын оңай әрі тез жайылатын болады. Он 15 минуттан соң қамырларымызды біреуден алып осылай жая бастаймыз. Қалған 2 қамырымызды тағы да бетін жауып қоямыз. Қамырымызды осылай ұнның көмегімен жұп-жұқа етіп жаямыз. Қамырымыз өте әдемі болып шықты. Еш қиындықсыз керемет жайылатын болады. Мен 3 қамырымды да осылай жайып алдым. Енді маргарин немесе сары майымызды осылай ерітіп, қамырларымыздың үстінен жағып шығамыз. Оның үстінен екінші қамырымызды қоямыз. Міндетті түрде жаққан майымыз қатқан болуы қажет. Екінші қамырымды қойып, оның үстінен де сары майымды осылай жағып алатын боламын. Достар, маргарин немесе сары май қолдансаңыздар, міндетті түрде 82%-ығын алыңыздар. Пайызы қаншалықты жоғары болған сайын самсаларыңыздың қатпары соншалықты әдемі және көп болып шығады. Міне 3-ші қамырымды да мен жайып алдым. Оның үстінен осылай майды жағып, осылай қатқан соң рулет сияқты орап шығатын боламыз. Ораған кезде қолдарыңызбен қатты басып жібермеңіздер. Жай кәдімгі осылай орап алыңыздар. Орап болған соң қамырымыздың шетіндегі қамырларını осылай біркелкі етіп, яғни ашылып кетпейтіндей етіп, сәл ғана осылай бұрап аламын. Енді қамырымызды осылай орап, тағы да пакетке салып, мұздатқышқа 5-6 сағатқа немесе тоңазытқышқа 1-2 сағатқа қойып қойыңыздар. Мұздай жерде қаншалықты көп тұрса, сонша қамырымыз қатпарлы, керемет болып шығады. Енді өздеріңізге қажетті қамырларыңызды кесіп алып, қолдансаңыздар болады. Қалған бөлігіні тоңазытқышқа салып қойсаңыздар, ол тұра береді. Қонақ келген жағдайда, кез келген жағдайда самсаларыңызды дайындап жасайсыздар. Және ішіне кез келген салманы салсаңыздар болады. Етпен, асқабақпен немесе шпинатпен, ол өз қалауларыңыз. Енді қамырымызды пышақтың көмегімен немесе кәдімгі жіппен кесіп алсаңыздар болады. Достар, қараңыздар, қандай керемет қатпар болып осылай әдемі болып шықты. Менің видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерге ас бол.